Алла Тағала бізге кейбір нәрселерді мысалы тыйым салған кезде, немесе бұйырған кезде, кейбір амалдарының даналығын түсіндіреді. Кейбіреулерін. Бәрін түсіндіре бермейді, өйткені бізді емтиханнан өткізеді. Сырын білмей сене аласың ба Аллаға? Осы жерде иман деген, шәксіз иман деген нәрсе жұмыс істейді. Мысалы, Мәида сүресінде Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннамал хамру." Шындап келген кезде арақ, шарап, вәл майсир, құмар ойындары, вәл ансабу, сондай-ақ меккелік кезеңде тігілген мүсін пұттар, алдына барып адамдар құрбандық шалады, сыйынады, сипайды дегендей нәрселер. Вәл азламу, сондай-ақ бал ашатын оқтар. Ол кезде олар бақ ашу үшін, жол білу үшін садақтың оқтарын пайдаланатын. Кейінгі заманда ол басқа нәрселерге ауысып кетті, өздеріңіз білесіздер. Карта сияқты, тағы да басқа нәрселерге. Күллісі өтірік. Бұлар не нәрсе бұлар дегенде Алла Тағала айтады: шындап келген кезде арақ, шарап, құмар ойындары, күллі казинодағы мәселелердің барлығы, құмар ойындары. Тігілген мүсіндер, мысалы, табынылатын, сыйынылатын мүсіндер, пұттар. Сондай-ақ мынау әртүрлі бал ашатын құралдар. Риджсун дейді, қараңыздар. Мен амали шайтан. Шайтанның амалынан пайда болған лас нәрселер ғой деп атады. Қараңыз. Кесапаттар дейді бұны. Риджсун деген сөз лас деген мағынаны берумен қатар кесапат деген мағынаны береді. Неге? Ол сені жамандыққа жеткізбей, апармай, душар етпей қоймайды дейді. Бұның барлығы шайтанның амал айласынан болған кесапат дейді. Фаштанибуху дейді Алла Тағала. Жуымаңдар бұл нәрселерге дейді. Лааллакум туфлихун. Сол кезде ғана табысқа жетесіңдер. Яғни саналарың, естеріңді жиып, өмірлерің дұрыстала бастайды дейді сол кезде. Оған дейін дұрысталмайды дейді ол. Өйткені жаңағы нәрселер сені билеп тұрғаннан кейін сенің өмірің дұрыс жаққа баспайды. Сосын түсіндіреді, сырын түсіндіреді, мысалы бір сырын түсіндіреді. Иннама юриду шайтану. Шындап келген кезде шайтан тек мына нәрсені қалайды дейді. Фил хомри вәл майсири, арақ, шарап пен құмар ойындары арқылы айюқиға байнакумул адауата вәл бағда. Жаңағы сендердің араларыңа жек көрініш сезімдерін ұялатып, дұшпандықты тудыруды қалайды. Болды. Яғни арақ пен құмар ойындарын басқа беретіні жоқ дейді Алла Тағала түсіндіріп жатыр ақыл иелеріне. Көрдіңіз бе? Міндетті түрде төбелесесіңдер, дұшпандық болады, кек болады, тіпті өлтіруге дейін барып жатады адамдар. Міне. Сосын ан ясуддакум ан зикрилля. Ең жаман жері дейді бұның. Сендерді Алланы еске алудан бөгейтін болады дейді. Арақ немесе Алланы еске алу ма? Арақ па немесе? Қазір арақты ала тұр, ертең еске аласың. Жарайды сөйтейін. Ертең қайтадан солай. Бірсі күні қайтадан солай. Бір жыл өтіп кеткен, 2 жыл өтіп кеткен. Осылай бола береді. Алланы еске алудан дейді. Және ва иқомис сола, намазды тұрақты атқаруынан бөгейді дейді бұл болды. Көрдіңіз бе? Қандай кесапат екен бұл? Өз араларыңа қатысты, өз араларыңдағы байланысты бұзады. Ол не? Дұшпандықпен жаңағы ерегіс жек көруді әкеледі. Яғни адамзаттың арасы бұзылды қоғамда. Екінші нәрсесі, ол ең үлкені, Алла мен екі арадағы байланысыңды бұзады дейді бұл. Яғни Алланы еске алумен намаздан сені бөгейді дейді болды. Көрдіңіз ғой? Хәл антум мунтахун дейді сосын Алла Тағала. Доғарасыңдар ма, доғармайсыңдар ма дейді. Осы аят түскен кезде, мединалық кезеңде түскен кезде сахабалар күллісі ол кезде сахабалардың барлығы бұл нәрселерге арақ мәселесіне үйір болып жүрген нәрсе емес, бір кейбір әлі шариғат нақты кеспегеннен кейін кейбіреулерде сондай нәрсе болды. Доғарасыңдар ма деген кезде күллі сахабалар Омар радиаллаху анху айтады ғой, күллісі үйлерінен арақ шараптарын шығарып, Алла Тағаланы дәлдеп әкелді да, жүрек дайын тұр аят түсуіне, аяттың бойысуына. Үйдегі күллі арақ шарапты төктік дейді апарып. Міне, көшеге құрып өзен болып ақты дейді. Одан кейін Мединада бір тамшы шарап болмаған. Қараңыздар. Сосын Алла Тағала айтады: оны доғармасаңдар да мен мұқтаж емеспін дейді. Мен данамын, сөйледім болды. Көрдіңіз бе? Айтты ма, бойсыну керекпіз. Алланың дана екендігіне осылай иман келтіресіз. Ол айтты ма, болды Раббым дейсің. Міне, мұсылман құлдың қасиеті қандай.
мінезі. Сондықтан Алла тағала келесі аятында айтады, міне, атиғуллаха ва атиғур расул, Аллаға және елшіге бойұсыныңдар. Бізге айтып жатыр, иман келтіргендерге айтып жатыр мына аятта. Фәин тәуәлләйтум, егер де теріс айналып өзіңдікін істейтін болсаңдар, фәғаламу, онда біліп алыңдар, әннәмә аля расулинал балағул мубин, біздің жіберген елшіміздің мойнына жүктелген жауапкершілік тек қана жеткізу дейді. Ешкімнің артынан қуалап жүгіріп жүрмейді дейді ол. Өйткені саған ақыл бергенбіз, өзіңді өзің тоқтатуға. Ақылың жетпей жатқан кезде иман бергенбіз саған, көмектессін деп. Сосын сол ақылың мен иманыңа мына Құранды тағы түсіріп бердік, міне, оқып отыр деп деген мәселе. Міне осындай әрбір үкімінде Алла тағаланың жаңағы даналығы бар. Кейбір неде мысалы баяндамайды. Бізге мысалы бесін намазы тал түстен еңкейгеннен кейін оқимыз. Бізге солай бұйырылған. Күн еңкейгеннен кейін оқыңдар деді, біз оқимыз. Біз білеміз, Аллах тағала дана, бірақ неге деген сұрақты біз қоймаймыз. Алланың даналығына иман келтірген адам ол сұрақты қоймайды. Көрдіңіз ғой. Міне сол сияқты бір нәрсені бұйырса, кейбір бұйырған ісінде даналығын баяндайды, кейбір істерінде баяндамайды. Өйткені негізгі мұсылманның ең әдемі жері естідім де бойсындым деген жері. Бұған жететін жердің бетінде жақсылық жоқ. Бұған жететін жердің бетінде характер жоқ та. Ешкім жарысамайды бұл характермен. Алла тағаладан бір бұйрық келген кезде естідім де бойсындым Раббым дегеннен. Көрдіңіз ғой.